Саламатсыздарбы, студенттер. Осы алдымыздағы өткен тақырыпта ескерту белгілерін өттік. Ендігі бүгінгі тақырыпта басымдылық белгілері. Басымдылық белгісі жүріс бөлігінің немесе жолдың жіңішкерген учаскелерінің көше қиылыстарын, өтпелерін кесіп өту кезектілігін белгілейді. Міндетті көрсетіп тұрғандай 2-1 басты жол белгісі тұрған көше қиылысына келгенде сіздер басымдылықта боласыздар. Сіздер көше қиылысын ең бірінші болып өтесіздер. Келесі белгіміз 2-2 басты жолдың аяқталуы. Осы белгі тұрған кезде көше қиылысының шетіне келгенде сіздер тоқтап, басқа көше қиылыста тұрған көлік құралдарына, жаяу жүргіншілерге жол беруге міндеттісіздер. Келесі белгіміз екінші дәрежелі жолмен қиылысу 2-3-1. Бұлда бізде басты жол есебінде. Екінші дәрежелі жолмен қиылысу дегеніміз, жолдың оң жағынан, сол жағынан көлік құралдары сіздерге қиылысады. Бірақ бұл белгі тұрған көше қиылысына келген кезде, сіздер басы озу кезінде басымдылықта боласыздар. Себебі оң жағыңыздан немесе сол жағыңыздан келген көлік құралдары сіздерге жол беруге міндетті. Келесі белгіміз 2-3-2, 2-3-3 белгілері, бұлар екінші дәрежелі жолға жанасу. Бұл белгілері, бұл айтып өткендей, басты жол есебінде келетін белгі. Себебі бұл жерде оң жағыңыздан көлік құралы шыққан жағдайда, сіз басты жолда келе жатқандықтан, оң жақтан келе жатырған көлік құралы сіздерге жол беруге міндетті. Ал 2-3-3 белгісі де дәл осындай, тек сол жақтан шыққан көлік құралы сіздерге жол беруге міндетті. Өйткені сіз басты жолдасыз. Келесі белгіміз 2-4 жол беріңіз. Бұл белгі тұрған көше қиылысына келген кезде, әр уақытта көшеде өтіп бара жатырған жаяу жүргіншіге жол беруіңіз керек біріншіден. Екіншіден, сол көше қиылысын кесіп өтіп бара жатырған көлік құралдарына жол беруге міндеттісіздер. Бұл жерде оң жақтан да немесе сол жақтан да өтіп бара жатырған көлік құралы басымдылықта болады. Сіздер екінші дәрежелі жолдан келіп, бірінші дәрежелі жолға жанасатындарыңыз туралы ескертіп тұр. Себебі ол сізде жол беріңіз деген белгі. Келесі белгіміз 2-5 аялдамасыз қозғалуға тыйым салынады. Бұл белгімізде бізде өздеріңіз көріп отырғандай стоп белгісі. Бұл белгіге келген кезде міндетті түрде тоқтау сызығының алдынан, ол жоқ болса қиылысатын жүріс бөлігінің шетіне жетпей, аялдама жасамай қозғалуға тыйым салынады. Осы стоп деген белгіміз теміржол өтпесінде шлагбаумы жоқ кезде кездесетін белгі. Келесі белгіміз 2-6 қарама-қарсы қозғалыстың басымдылығы. Бұл жерде біздің алдымызда келе жатырған қарама-қарсы көлік құралы басымдылықта болады деген белгіні білдіреді. Бұл белгі жолдың тар учаскелерінде қойылады. Егер бұл қарама-қарсы қозғалысты қиындататын болса, жолдың тар учаскесіне шығуға тыйым салынады. Егер алдарыңызда осы белгі тұратын болса, сіздердің бағыттарыңыз қызыл стрелка, яғни қызыл жолақ. Қызыл бағыт болғандықтан жүргізуші тар учаскедегі немесе қарама-қарсы оған кіру жолындағы қарама-қарсы көлік құралына жол беруі тиіс. Келесі белгіміз 2-7 қарама-қарсы қозғалыс алдындағы басымдылық. Бұл жерде жаңа айтқандай, жолдың тар учаскесінде қарама-қарсы көлік құралына қарағанда, оның бойымен жүргенде
жүргізуші басымдылықпен пайдаланатын жолдың тар учаскесі. Бұл жерде мысалы сіздерге қарама-қарсы келе жатырған көлік құралы жол беруге немесе жіберуге міндеттелген. Мына жерде сіздің бағытыңыз ақ жолақ, ал қарама-қарсы көлік құралының белгісі қызыл жолақпен, яғни стрелкамен белгіленген. Сол себептен де бұл жерде осындай басымдылықтар болады деген. Басымдылық белгілері осы. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет.